алдыңғы эфир дұғаны қалай дұрыс жасаймыз, Алладан қалай дұрыс тілек тілейміз, осы сабақ еді. Енді бұл эфиріміз ризықты арттыру жолдары. Қалай біз ризығымызды арттырамыз, байудың жолдары деп айтайыншы, ризықтың берекесінің арттыру жолдары. Әр түрлі жолдар бар. Үнемі жаңа айттым, басында айтып кеттім. Алладан басқа нәрседен табыну, Алладан басқа нәрсеге серік қосу керісінше біздің ризығымызды азайтады, Аллахтың мейірім есіктерін жабады. Енді қараңыз, біздің дұғаларымыздың қабыл болмай қалу қауіптері бар да. Біреудің атынан ғайбат айтқан кезде, үнемі кім біреудің атынан ғайбат айтса, ол адамның дұғасы қабыл болмайды екен. Әсіресе біз біреудің атынан ғайбат айтқан кезде өзімізге келе жатқан берекені қағып отырады екенбіз, отказ беріп отырады екенбіз. Өте қауіпті нәрсе да, және үлкен күнәлар бөлінеді ғой, осы үлкен күнәлардың бірі. Яғни тағы да Алла кешірмейтін күнәлардың бірі да, бұл ғайбат айту деген нәрсе. Ғайбат деген не? Өзі жоқ адамның, бұл жерде өзі жоқ ол адам. Біз ол туралы әңгіме қыламыз. Бірақ жақсы әңгіме де қылуымыз мүмкін да, ол жақсы еді, бірдеңе шірдеңе деген сияқты бар ғой, жұмысқа қатысты, анау кеше келді, кетті деген сияқты да. Қандай нәрсе ғайбат болуы мүмкін? Ол адам осы жерде өзі отырса, егер де ол адамның немесе өзі естісе, ренжитіндей болса, осы нәрсе ғайбат. Демек, анау кеше үйтті, бүйтті, күйеуді жамандау, мамамызға звондап, болмаса наоборот, енемізді жамандау, қайын сіңліні жамандау, қайынбикені жамандау, подруганы жамандау, ананы жамандау деген нәрсе. Мынау Аллахтың берген нығметі, телефон. Осы телефонды кейбір кезде біз зиянымызға немесе пайдамызға жаратамыз. Алла бізге берді, нығмет қой бұл да, сізге бұйыртты, бірақ таңдау өзімізде. Мына телефонды звондап, не өзімізге келе жатқан бір ризықты азайтамыз, немесе күнәһар боламыз, немесе бұны жақсылықта қолданамыз өзімізде, тағы да таңдау өзімізде. Сізге мына Инстаграм, бұл Инстаграм да сізбен бізге берілген бір мүмкіндік, бір нығмет деп айтайықшы. Кейбіріміз пайдаға асырып жатырмыз, яғни білім алып жатырмыз. Кейбіріміз осы Инстаграм арқылы дұрыс емес комментарий жазып, бірдеңе жазып, біреулердің жүрегін жаралап, болмаса жаңағыдай критиковать етіп, бірді көрмейтін нәрселерді көріп, бір жаман нәрселер көріп, уақытымызды кетіріп деген сияқты да осылай өзімізге күнә арттырып жатырмыз. Кез келген жағдай тура осылай сияқты, ризық та бізге осылай. Қаласаңыз күнәңізға, қаласаңыз пайдаңызға, таңдау өзіңізде. Аллахтың берген ризығын еш есепсіз, үнемсіз жұмсап, ешқандай Алланың жолына жұмсамай, тек қана осы дүниеде жаңағыдай жұмсап, өзіме ғана, осы дүниенің рахаты үшін ғана, кайфовать ету үшін ғана жұмсап, сөйтетін болсам, мен оны сорыма жұмсадым, яғни күнәға жұмсадым. Аллахтың берген ризығын Аллаға да, Алла жолына да, өзіме де, отбасыма да барлығына жететіндей етіп, расымен де екі дүниеге де қатарынан ұстап жұмсайтын болсам, онда ол менің пайдама. Барлық нәрсе өзіміздің пайдамызға. Өзіміз ниетпен, пейілмен шешеміз, кеше де айтып жатырмыз. Сондықтан құрметті ханымдар, ғайбат біздің үйге келіп жатқан берекені кеседі. Өте абай болуымыз керек. Ғайбат және әйелдердің салақтығы деп жатамыз ғой. Тазалық иманнан, бағана сіздерге айттым ғой, қай эфирде айттым. Бұрыш-бұрышта мұсырдың жиналуы, шаштың жатуы, үймелеп, осы нәрселерде, ол бұрыштарда, сол мұсыр жиналған жерлерге, ыбырсық жиналған жерлерге, сол жерлерге шайтан үймелеп жиналып қалады екен да, шайтан емес, шайтандар. Сөйтеді, ол жерде шайтан болған жерде періште болмайды. Шайтан кірген жерде періште қашады. Естественно, ол жерде ол үйде береке кете бастайды. Және білесіздер, бір күн ұрысқан үйде 40 күн береке кетеді. Енді ризықты арттырудың жолдары. Қалай біз ризығымыздың берекесін арттырамыз? Ең бірінші, үнемі Алладан қорқып жүрген адам, оның ризығын Алла Тағала реттеп қояды дейді, ешкімге мұқтаж етпейді. Үнемі Алладан қорқып отыру. Ойлаңызшы, әсіресе сіз жалғыз қалған кезде сыналасыз дейді. Жалғыз қалған кезіңізде. Кейбір кезде адамдардың көзінше біз күшті болып көріне береміз, тақуа болып көрінеміз, күшті болып, иманды болып көрінеміз да, мынау күшті екен, осы иманды екен деп айтып қалуы мүмкін. Болмаса адамдардың көзінше ұялғаннан біз күнәлі істер жасамауымыз мүмкін. Ал жалғыз қалғандашы, жалғыз қалғанда ешкім жоқ, анау пәленше ұят екен демейді, ешкім сізге молодец демейді, бірақ Алла бар да. Осы кезде сіз жалғыз қалған кезде Алладан қорқсаңыз, жалғыз қалған кезде де, ешкім жоқ, өзіңізбен өзіңіз қалған кезде де күнәдан тыйылсаңыз, онда Алла Тағала сізді ешкімге мұқтаж етпейді екен. Яғни үнемі Алладан қорқып жүру. Бірдеңе істейін деп тұрасың да, мұсылман деген кім? Мұсылман деген көзімен, мұрнымен, тілімен, аузымен, қолымен ешкімге зиян тигізбейтін адам.
тілімен де, аузымен де, қолымен де ешкімге. Сіз қараңыз, қараптан қарап отырып біреуге зиянымыз тисе, оның көңіл күйін түсірсек, тіпті танымайтын адамдар, біз оған зиянымыз тиді. Сондықтан кейбір кезде күпірлік болған кезде, даже тіпті күпірлікті көп айтқан адамдар діннен шығып кетуі мүмкін дейді. Алла сақтасын. Ондай кезде әрдайым калима шахадат айтып жүруіміз керек. Ең бірінші нәрсе ризықты көбейтетін, ол үнемі Алладан қорқып жүру. Екінші, ризықты арттыратын нәрсе, бұл уже талай рет айтылды, садақа. Садақа туралы өте көп айтылды. Садақаны үздіксіз беру. Сіздерге берілді, өтініш үзбеңіздер. Әр күні 100 теңге садақа беріңіздер. Шамаңыз келіп жатса, одан да көп беріңіз. Одан да көбірек. Сіз берген сайын біліңіз, Алла басқа жақтан сізге бере береді, ризығыңыз арта береді. Үшіншісі, шүкіршілік айту. Дәл осы состояниеге, дәл қазіргі жаңа сіздерге айттым. Біздің осылай қарап отыруымыз, білім алуымыз, дұға жасауымыз, барлығы шүкір етуге тұратын нәрсе өте көп. Ертең 6 желтоқсан күні Алла бұйыртса, шүкірлік марафон болайын деп жатыр. Сол кезде шүкірлік туралы тереңірек тоқталамыз, бірақ та Алла Тағала Ибрахим сүресінің 7 аятында айтты, шүкірлік етсеңдер арттырамын деді. Сондықтан да шүкірлік етсек, Алла Тағала арттыра береді. Неге шүкір етеміз? Алдымен қолымыздағы барымызға. Дәл қазір сізде не бар? Сіз қарызда отырған шығарсыз, сізде ақша жоқ шығар, сізде қатты ақша жағынан тупик болып тұрған шығар, бірақ шүкіршілік ететін нәрсені тауып алыңызшы, іздеңіз. Зато мынау бар ғой менде, зато мынау бар ғой деген сияқты да. Яғни сіз шүкіршілік етесіз, ары қарай Алла арттыра түседі иншалла. Үшіншісі шүкірлік. Келесі туыстармен байланыс. Сіздерге уже айтылды, кім ризығын арттырғысы келсе, туыстармен қарым-қатынасын дұрыстасын, олармен қарым-қатынасын нығайтсын деген хадис бар. Туған туыстармен 3 күннен артық ренжісуге бізге тыйым салынады, қатаң түрде. Сондықтан да ренжісіп жүрген, сөйлеспей жүрген, уже тағдырыңызға жазылып қойған туысқандар дегенді біз таңдамаймыз, Алла таңдап береді. Мейлі қайын жұрт болсын, мейлі өз жұртыңыз болсын. Сондықтан уже тағдырыңызда бар кәдімгі туыстарыңыз болса, олармен ренжісіп жүрсеңіз, дәл қазір осыны бостан-босқа естіген жоқсыз, олармен татуласудың жолдарын қарастырыңыз. Кеш болып қалуы мүмкін, бірінші қадамда жасаңыз. Туыстармен үнемі қарым-қатынасты былай ұстап отыру өзімізге келе жатқан ризық. Ойланып көріңіз, қарызға батып қалсаңыз, қай туысыңызды, мүмкін туыстармен қарым-қатынасыңыз алыстап кеткен шығар, мүмкін олармен ажырап кеткен шығарсыз, мүмкін дұрыс емес болып жүрген шығарсыз, мүмкін оларға мүлдем көңіл бөлмей қойған шығарсыз. Проблемам жұмысым деп, жұмыс, кәсіп, осы тіршілік деп мүлдем туысқандармен мүмкін хабарласпай кеткен шығарсыз. WhatsApp-та туысқандардың чатында кәдімгідей бар ғой, бәрімізде туысқандар, семья, әулет деген осы группалар бар WhatsApp-та. Просто ештеңесіз, есеп күтпей ешкімнен, күлсе күле берсін. Алланың бір ғана Алланың разылығы үшін, Раббым сенің разылығың үшін осы жерде қазір осындай жазайын деп тұрмын деп ниет етіңізді. Құрметті туысқандарым, бар болғандарыңызға рахмет. Сіздерге қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Осындай Алла Тағала бүгінгі күндеріңізді, түндеріңізді берекелетсін, тыныш етсін. Мен барлықтарыңызды осындай жақсы көремін. Сіздердің барлығыңыз қандай жақсы деген сияқты жаза алсаңыз, осындай сөздерді жазыңыз. Бүгін ертең Алланың разылығы үшін туысқандардың чаттарына, туысқандарыңыздың халін біліңіз. Ауырып жатқан болса, тем более сіздің хақыңыз, мұсылманның мұсылманда хақысы бар, кәдімгідей ақысы бар. Ауырып жатқан болса, міндетті түрде оның жағдайын сұрау керек. Ол да садақа. Келесі нәрсе, кеше сіздерге қаттылап тұрып айттым, тіленбеу. Ешкімнен ештеңе тіленбеу. Тегін ұтып алсам екен, тегін үйтсем екен, болмаса жекеме шығып, Балқия ханым, маған осы сабақ тегін беріңізші, болмаса бірдеңе, маған беру түк емес, өйткені расымен де мен иесі емеспін, ризықтың бәрін иесі Алла Тағала. Бірақ ана тіленіп жатқан адамға қараймын да айтқым келеді, осындай дәмеленуді тоқтатыңызшы, иншалла сізге ризық келе бастайды деп та. Сондықтан жүрекпен адам баласынан дәмеленуді тоқтатамыз. Бүгіннен бастап, кешеден бастап болды. Бұдан кейін менің өмірімде дәмелену деген нәрсе жоқ. Келесі нәрсе, Алла Тағаланың үнемі Ар-Раззақ деген есімін көбірек айтамыз. Өйткені ол ризық беруші деген мағынасында қазақшасында, және Әл-Мұғни деген байытушы. Осылайда Алла Тағалам сенің Ар-Раззақ көркем есімінің құрметіне менің ризығымды көбейт. Осылай дұға жазсаңыздар болады. Келесі нәрсе, Уақиға сүресін оқи алсаңыз, Уақиға сүресін оқыған адам кедейшілік көрмейді деген. Оқи алсаңыз оқыңыз, оқи алмасаңыз тыңдаңыз. Келесі нәрсе, ризықты көбейтетін, ол умра. Шамаларыңыз келсе, умраға барыңыздар. Умра расымен де ризықты көбейтеді, байлықты көбейтеді. Не только дүниелік материалдық байлықты, рухани да, материалдық да, екі байлықты да көбейтеді умра. Сондықтан талпыныңыздар умраға баруға, қажылыққа баруға. Ойбай, оған ақша қаяқтан, мына жерде отырып өзім үйде жаңағыда 2 кило шекер таппай отырмын бірдеңе деп ойласаңыз, сіз уже тарылтып жатсыз Алланың ризығын.
Сіз Алладан ниет етесіз, барғым келеді деген желаниені оятасыз, ниет етесіз, ар жағы Алладан. Қаласа Алла тағала бүгін, қаласа ертең, қаласа ендігі жылы қалаған уақытында сізді қонағы етіп шақырады Раббымыз, Бұл да ризықты арттырады иншалла. Бірақ ризығым артсын деген ниетпен бармаңыз, Алланың ризалығы үшін барыңыз, ары қарай Алла тағала өзі сізге бонус ретінде беруі мүмкін иншалла. Келесі нәрсе білім алу. Үнемі білім алу, қабірге дейін білім алуға ұмтылу біздің ризығымызды көбейтеді иншалла. Бірақ оның уже не екенін білесіздер, білімді тоқтатпау. Білімсіз дәл қазіргі заманда күн жоқ. Аллаға шүкір сол күнге жеттік. Білім алуға талпынып жатқан жан-жақтан. Одан кейінгі нәрсе дүниеге таласпау. Дүниеге бола таласып, әсіресе туысқандардың арасында дүниеге таласып оларға ренжіспеу. Бұндай жағдай болып қойған болса, оны дұрыстаңыз. Егер болмаған болса, алдын алыңыз, өзіңізге ескертіп отырыңыз. Өйткені осы туысқандардың арасын ажырату үшін шайтан араласуы мүмкін. Расымен де, өйткені сіз жақсы көресіз, ол жақсы көреді, жүректеріңізде мүмкін емес жаман көру деген нәрсе бар шығар, кішкене болса да, бірақ араға осындай салып отырады, азғырушылар. Сондықтан туысқандармен байланысты үнемі нығайтып отырыңыз. Және оларға ешқашан, не только туысқандармен, ешкіммен дүниеге таласпаңыз да, Алладан дұға сұраңызшы. Маған бұйырған болса, маған келеді бұл нәрсе. Тіпті айтып отырмын, кез келген нәрседе бұл маған бұйырса келеді. Раббым біледі кімге бұйырту керек екенін, ол кімге мұқтаж болып тұрғанын да біледі. Сізге бұйыртпады ма, бір жерден тегін ұтайын деп тұрып ұтпай қалдыңыз ба, ешқашан көңіліңізді түсірмеңіз. Демек, сіздің өзіңіз қалтаңыздан сатып алуға болатындай Алла тағала ризық берейін деп тұрған шығар. Немесе сондай жағдайыңыз бар шығар. Яғни Алла біз бірдеңеге Алла үшін көңілімізді түсірмеген кезде, Алла үшін бірдеңеден бас тартқан кезде, Алла бізге одан да хайырлысын береді. Міндетті түрде. Өйткені ол Алланың сипаттарының бірі. Келесі нәрсе ілім алушыға көмек. Садақа ретінде ілім алып жүрген, ілім жолындағы, ол мейлі студент болсын, мейлі медреседе оқып жүрген болсын, білмеймін, осы ілім жолындағы қиналып жүрген адамға көбірек көмектессеңіз, ризығыңыз арта түседі. Алланың қалауымен, иншалла. Жаңа айттым, бұйырған кетпейді. Сізге бұйырған нәрсе тек сіздікі, басқаға бұйырған нәрсе басқаныкі. Басқаныкі ма демек ода сізге хайыр жоқ. Демек бұл жерде маған хайырлысы деген нәрсе. Ең дұрыс сөз ғой, хайырлысы деген нәрсе. Келесі нәрсе, әр тиынның есебін береміз. Сіз бен біз мейлі бай болайық, мейлі кедейлік болайық, бізге былай ескертілген. Байлықта да, молшылықта да, кедейшілікте де үнемде. Байлық сізге берді деген сөз үнемсіз бәрін жұмсай бер деген сөз емес, үнемде деген, барлық нәрседе үнемде деген. Сондықтан да мен сіздерге әнеугүні 3 түрлі категорияны бердім, жаздым. Не үшін жаздырдым? Сол жерде сұрақ қойып жатсыздар жаңағыдай. Бұны не істейміз енді? Отбасылық бірге жазсаңыздар да болады. Егер сіз өзіңіз таппайтын болсаңыз, отбасылық шығын етіп жазсаңыздар да болады да оны. Енді сол кезде сол шығындарды, бірінші категориядағы шығынды ең бірінші соған табатындай ризығыңызды іздеуіңіз керек. Одан кейін мынадан артылса ғана екінші категорияға, бұдан артылса мынаған жұмсайсыз. Яғни ақшаны бей-берекетсіз жұмсаудың бір жолдарын тоқтатады осы нәрсе. Яғни үнемшілдікке үйретеді бізді, Сондықтан да үнемшілдіктің де өзінің жолдары бар. Өзіңізге инвестиция салайын деп тұрған кезде ол нәрседен үнемдемеңіз, өйткені ол қайтады. Бірақ та кейбір кезде біз бей-берекет нәрселерден үнемсіздік жасап жатамыз. Ол не? Бір жерлерде ана комнатада керек емес, мысал үшін светтің босқа жанып тұруы, босқа ешкім сізге де пайдасы жоқ, маған да ешкімге пайдасы жоқ нәрселерден біз үнемдеуіміз керек. Қанша миллиардер болсақ та біз ол нәрсеге үнемдеуіміз керек. Яғни молшылықта да, таршылықта да дұрыс үнемдеуіміз керек. Түсіндіңіздер. Келесі нәрсе бар кезінде үлгер. Бар кезінде, қолыңызда бар кезінде жақсылық жасап үлгеріңіз, бар кезінде қажылыққа барыңыз, бар кезінде зекет беріңіз, бар кезінде садақа беріңіз. Өйткені, сіз ары қарай мүмкін бар болып тұратын шығарсыз өмір бойы, бірақ та иманды, ол дүниені игере алмайтындай кез келген жағдайда біз сынаққа түсіп қалуымыз мүмкін. Кез келген жағдайда, сондықтан да қолыңызда дүние бар ма, жетеді ма, осы бар кезінде көбірек зекет беріп үлгеріп қалыңыз. Қараңыздар. Мысалы, үйдің ақысы, егер үйіңіз бар болатын болса, мейлі сіз арендада тұрсаңыз да, үйдің ақысы, машинаңыз болса, машинаның ақысы, біліміңіз болса, білімнің ақысы, не бар сізде, соның барлығын ақысын беруіңіз керек, біз олардан сұраламыз. Үйдің ақысын қалай береміз?
Алланың разылығы үшін қонақ шақырасыз және қабағыңызды шытпайсыз, өйткені ол да садақа. Шақырыңыз, көршілеріңіз шақырыңыз, үйіңізге қонақ келгенде біліңіздер, үйімізге құдай қонақ келсе, онымен бірге міндетті түрде құт келді. Біреуін жейді 9-ын тастап кетеді, ол расымен де бар нәрсе. Сосын үйдің ақысын беру, үйдің зекетін беру деген нәрсе, осы үйіңіз бар ма, ол үйге қонақ келмейтін сондай бір қаңыраған бос үй болмасын дейді. Сондықтан қонақ шақыру, қонақты Алла разылығы үшін ойбай, аста төк дастархан жаса деген сөз емес. Үйіңізден адамдар келіп бір құрма жеп кетсе де, бір стакан су ішіп кетсе де, сіздің үйіңізге келіп рахмет деген сөз айтып кетсе, ол да дұға сіз үшін. Келесі нәрсе, жаңағыдай машинаның ақысын беру. Просто обязательно тек қана өзіңіз үшін ғана емес, просто Алла разылығы үшін, бүгін Алла разылығы үшін не істедім деп ойлаңыз да кешке. Просто Алла разылығы үшін бүгін машинамды мына жерге жеткізіп тастайын, мына жерге просто жұмыстан қайтқанда, болмаса апай жүріңіз сізді апарып тастайын, болмаса білмеймін енді. Ол енді ер адамдарға көбіне айтылады, өйткені әйел адамдардың көбіне машинасы жоқ, ер адамдарда бар, бірақ мүмкін күйеуіңізге ықпал етерсіз, артында отырып апарып тастай салайықшы, ананы үйіне жеткізіп тастай салайықшы, ақшасын алмай ақ қояйықшы деген сияқты ықпал ете аласыз, бірақ жүрегіңіздің түбінде Алланың разылығы болуы керек. Яғни қолымызда не бар? Білім бар ма? Титтей болса да сізде білім бар ма? Ол білімнің де ақысын, зекетін беруіміз керек та. Мысалы, мен керемет беріп жатырмын деп айтпай қояйын, бірақ та мен ниет еттім кәдімгідей. Бар білген біліміммен әр айда бір жыл бойы, келесі жылғы ноябрьге дейін Алланың разылығы үшін әр айда міндетті түрде әр айда Алла тағала денсаулық берсе, күш-қуат берсе иншалла, міндетті түрде әр айда тегін марафон жасаймын. Әр айда. Қатысып отырыңыздар. Яғни білімнің ақысын беремін. Осындай білдіңіз ба? Білімнің ақысын міндетті түрде беруіңіз керек. Өзіңіз ғана біліп алып, ол уже сараңдық, білімге деген сараңдық. Дүниеге қалай сараңдық болады, білімге де сондай сараңдық болады. Қызғанбаңыз. Эмоцияны қызғанбау, білімді қызғанбау, дүниені қызғанбау. Осы жомарттығыңыз сіздің, сіз берсеңіз сізге береді. Кез келген нәрсені, даже тіпті білесіздер ғой, хадис бар, мейірім етпеген мейірім көре алмайды. Аллахтың мейірімін қалайсыз ба? Сізге мейірім еткенін өзіңіз көп мейірім етіңіз. Расымен де. Өзіңіз мейлі адамға болсын, тірі табиғатқа, жан-жәндікке, не нәрсеге болсын, мейірімді көбірек шашыңыз, сізге де Алла тағала мейірімді шаша түседі, иншалла. Келесі нәрсе осылай жазып қойыппын, сараңдықтан аулақ бол. Бізге қатаң түрде ескертіледі, сараңдықтан аулақ бол деп. Осы жерде сіздің қалтаңызда 1000 теңге болатын болса, біреу сізден 500 теңге қарызға сұраса дейді, садақа есебінде қарызға берсеңіз, Алланың разылығы үшін, сізде жоқ болып тұрып бермесеңіз, ол басқа, бірақ бар болып тұрып бермесеңіз, ол да жақсы нәрсе емес. Өйткені қалтаңызда бар болып тұрып берсеңіз, қараңыз, бір садақаға 10 сауап. Пайғамбар саллаллаху алейхи миғраж түні көкке көтерілген кезінде, сол есіктен, жаңағы жәннаттың есігінен осындай сөз оқыдым дейді. Садақа берушіге 10 сауап, қарыз берушіге 18 есе сауап деген. Яғни қарыз беруші адам, сіз біреуге қарыз берсеңіз, ол садақаны 10 есе болатын болса, қарызға 18 есе сауап жүргізіледі, жетіп отырады. Иншалла, Алланың қалауымен барлығы. Келесі, мол берсе де, аз берсе де, үнемде. Одан кейін келесі нәрсе арамнан аулақ болу. Пара, взятка, левый жұмыстар, яғни Алла разы болмайтын бүткіл каналдардан, бүткіл нәрседен Алла бізге тыйды ма, бітті, біз одан тыйылуымыз керек. Ол нәрсе бәрібір бізге тынышсыздық алып келеді түбінде. Жаңағыдайда, мысалы, гаиге ұсталып қалсақ, взятка бергіміз келіп тұрады бірінші орында. Неге? Сіз ниеттенесіз, Мен, мысалы, расымен де айтсам күлкілеріңіз келеді, тағдашы, мен өлсе тірілсін, мен гаиге ақша бермеймін ешқашанда деп ниеттеніп шығам ба, үйден шыққан кезде, ол гаилер ақша сұрамай-ақ босатып жүреді. Болмаса, тіпті болмаса лучше жазыңыз заңды түрде мен оны төлеймін деген сияқты да. Өйткені мына жеріңізде Алладан қорқу деген нәрсе тұр да. Взятка, пара, бірдеңе жаңағыдай қайтеміз енді роддомға барғанда оны бермесек врачтар туғызбайды, оны бермесек операция жасамайды. Бұның барлығы қалыптасып қалған установка, стереотип. Алла тағалаға все возможно. Аллаға тәуекел ете алсаңыз, мен Алланың разылығы үшін ниет еттім, ешқандай ешкімге левый бермеймін десеңіз, онда Алла тағала сізді сол жолмен жеңілдетіп қояды иншалла. Бірақ та сыйлық берумен шатастырмаңыз. Сізге расымен де, мысалы, бір врачтарға қалай берсек, сонда мен шынымен разылығыңызды, айырмашылығы не? Взятка мен сыйлықтың, рахметтің. Ананы жасырын түрде уже ниет кетеді бұл жерде. Қалтасына білдіртпей салу, уже взятка болды ғой, ниетіңіз кетті, жасырып беріп атсыз да. Ал көрсететін нәрсені, сыйлықты, рахмет сізге после береді, негізінде сыйлықты да. Благодарность деген нәрсе бар ғой. Рахмет есебінде сыйлық беру бір басқа, оның ниеті де басқа, Алланың разылығы үшін бір садақа даже кетеді ол да. Ол жасырын кетпейді, ол уже жария кетеді сыйлық деген. Сондықтан анауға айтайын, сонда мынау не болады деген емес, өзіңіз ізденіңіз, сұраныңыз, өзіңіз шешім қабылдап үйреніңіз барлық нәрседе. Өйткені расымен де біз
саналы, альхамдулилля, білімді әйелдеріміз, саналы уже қыздармыз, есейген адамдармыз. Сондықтан өзіңіз шешім қабылдап үйренген кезде барлық нәрсені бұдан кейін өзім шешім қабылдаймын. Жауапкершілікті өзім алдым деп ниеттенгенде Алла сізге өзі-ақ жолдарды ашып қояды, өзі-ақ күш-қуат береді, өзі-ақ ақыл, сана, білім бере бастайды сіздің ниетіңізге байланысты. Біреуге бүйтіп аузымызды ашып жаутаңдаған кезде сол ниетімізге қарай соған байлап қоя береді Алла Тағала. Сондықтан үнемі жауапкершілікті өзіңізге алған кезде сіз жертва состояниеден шығасыз. Барлығымызға Алла Тағала бірдей мүмкіндік берген негізінде. Яғни өзіне үнемі дұға жасаудан қайтарған жоқ, үнемі ешқандай бізде шанс тоқтаған жоқ, үнемі шанс бар. Өзің өзгермейінше Алла Тағала өзгертпейді. Біз өзгермейінше, ішкі халімізді өзгертпейінше, Алла Тағала біздің халімізді өзгертпейді. Сондықтан да айтқым келгені осы еді, ризықты арттырудың жолдары. Бұның барлығы, құрметті ханымдар, барлығы да өзіміздің қолымызда. Келеді қолыңыздан, қиын деп ойламаңыз. Басында бұл ақпараттар миыңызға шок болуы мүмкін, бірақ әсте жайлап істей бастаған кезде иншалла оңай болып үйренесіз. Бірақ жеңіл келеді. Бұл нәрселер өміріңізді жеңілдетеді. Бұл нәрселер біздің өмірімізді кәдімгідей жеңілдетеді, сіз бен біздің өмірімізді.